Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, өзі топ-томпақ болып шығатын печеньенің рецептімен бөлістім. Видеоның соңына дейін қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды және де ванильный қантымызды және де шекерімізді салып, құрғақ заттарымызды жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымызбен үгіте отырып, крошка жасап алатын боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Және де каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеле кетіңіз. Қазақша контентті қолдап, осы каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Міне дәл осылай қамырымызды жасап аламыз, және де үстінен 2 жұмыртқаның сарысын және қаймағымызды салып, жақсылап қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысатындай нәзік қамыр болып шығады. Міне дәл осылай қайтара отырып, қамырымызды жұмсақ етіп елеп алатын боламыз. Міне қамырымызды дәл осылай жұмсақ етіп елеп алатын боламыз, және де салафанға салып, холодильникке 40 минутқа қалдыратын боламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге құрғақ сүзбе қажет болады. Сүзбемізді салып аламыз, және де осындай ванильный сахар саламыз, және де 2 ас қасық қаймағымыздан салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырып аламыз. Сіздерге дәл осы печеньені жасап көруге кеңес беремін. Құрамына да қатты көп заттар кетпейді, және де қол жетімді заттардан өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында кешкі шайға немесе түстен кейінгі шайға жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Және де осы салмамыздың үстінен кукурузный крахмалымыздан кішкентай шай қасықпен 4 ас қасықтай салып алып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің ішіне салатын салмамыз дайын болды. Енді холодильникте қамырымызды шығарып, дәл осылай 2 бөлікке бөліп, ұн сеуе отырып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 32-35 штуктай печенье шығатын болады. Кесіп алған қамырларымызды дәл осылай домалақ етіп жасап аламыз. Бұл бізге қамырымыз бір тегіс әдемі болып жайылуға көмектеседі. Дәл осылай барлық қамырларымызды домалақ етіп шығамыз. Не біз қамырларымызды домалақ етіп жасап алдық. Енді бетін салафанмен немесе мата дастарханмен жауып қойыңыздар. Беті кеуіп кетпей әдемі болып тұратын болады. Және дәл осылай видеодағыдай жұқа етіп жайып аламыз да, ортасынан кесе отырып, сүзбемізді салып, дәл осы видеодағыдай етіп, шет-шетін баса отырып, түйіп аламыз. Шет-шетін жақсылап басыңыздар, сүзбесі шығып кетпейтіндей, және де осылай астың жағында жақсылап бекітіп алатын боламыз. Міне дәл осылай әп-әдемі болып түйіліп шығатын болады. Және де табамызды майлап, печеньелеріміздің барлығын жайғастырып шығатын боламыз. Дәл осы уақытта пешкелеріңізді қыздырып қоя берсеңіздер болады. Қызып тұрған пешке салатын боламыз. Және де барлық печеньелерімізді дәл осылай жайып, түйіп шығатын боламыз. Менде дәл осы рецептпен 32 штук печенье шықты. Міне дәл осылай сүзбемізді сала отырып, айналдырып, түйіп алатын боламыз. Барлық печеньелерімізді түйіп алған соң, бетіне жұмыртқаның сарысын жақпаймыз. Тек дәл осы қалпында 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньелеріміз пісіп шықты. Өте әдемі топ-томпақ болып пісіп шығады. Ең бастысы жұмсақ ауыздарыңызға салсаңыздар еритіндей болып, өте дәмді болып шығады. Кешкі шайға немесе түстен кейінгі шайға жасасаңыздар, өте керемет дәмді болып шығатын болады. Міне сіздерге арасын бөліп те көрсетейін. Өте жұмсақ, нәзік болып пісіп шығады.
Менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеле кетіңіздер және де өз пікірлеріңізбен астындағы комментария бөлімінде бөлісе кетіңіздер. Ол біз үшін өте маңызды. Сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.